Достар, бүгін күнделік сабақты бастаймыз. Бүгін сәл кеш кіріп жатырмын. Өйткені үйге қонақтар келді, үйтті бүйтті. В общем, кеш кіруге сондай болды ғана, амал жоқ. Достар, кіре бастасақ, лайк баса бастайық, репост қыла бастайық стримді. Одан бөлек стористеріңізді қойыңыздар стримді. Өйткені бүгінгі сабақ өте маңызды сабақ болайын деп тұр. Бүгін мақсатты қалай дұрыс қою керек, қалай мақсатқа жету керек, сол туралы сабақ болады, достар. Бүгін көп адам мақсат қалай қою кереккен білмейді. Өмірде мақсаттары жоқ. Адамдарда мақсат болмаған соң адам тез шаршап қалады, не істерін білмейді. Өмір бір орында тұрған сияқты, солай сезіледі көбісіне. Достар, лайк басайық, мынаны репост қылыңыздар. Сосын обязательно стористеріңізді қойыңыздар. Нені бастаңыздар астындағы. Сосын жаңа репосттың қасында репосты басың, сосын соның астындағы сториске қою деген басыңыздар. Обязательно, өткені хотя бы сіз біреуге айтпасаңыз да, сіз қазір өзіңіздің сториске қойсаңыз, басқаларға кіруге себепкер боласыз. Сондықтан жақсылықты таратудан тоқтатпайық. Хотя бы бірдеңге деп жақсылыққа шақырамасаң да, хотя бы репост, сториске қою деген бастаңыздар. Сіздің де таныстарыңыз, сіздің де жақындарыңыз осы эфирге келіп, кіріп көре бастайды. Бүгінгі тақырып жалпы мақсат қою болады, достар. Қалай мақсат қоямыз, мақсатты қалай не қыламыз, қалай жетеміз ол мақсатқа, мақсат деген не ол вообще, мақсат деген досым емес, в общем, өмірді өзгертетін мақсат, достар. Сол туралы бүгін үлкен нәрселер айта бастаймын. Өздеріңіз білесіздер, бұл нәрселерді ешкім айтпайды қарапайым халыққа. Қарапайым халық бұл нәрсені білмегендіктен не істерін білмей жүреді. Сатып алайын десе ақша жоқ. Сататын адамдар вообще қымбатқа сатады, білесіздер. Ал менің эфирімде всегда мен тегін берем. Тегін, халық дамыса екен, өссе екен, миллионерлер саны көбейсе екен. Миллионерлер саны көбейсе, елге пайда, халыққа пайда, мемлекетке пайда, туысқандарға пайда, жалпы көп. Сабақ сатылмайды, достар. Менде сабақ жоқ, мен сабақ сатпаймын. Сабақ сатуға, оны дайындауға уақыт жоқ, достар. Лучше күнделікті осы жерге кіріп отырсаңыздар, біраз нәрсе түсінесіздер, достар. Одан бөлек менің профиліме кірсіңдер, YouTube каналы бар. YouTube каналға күнделікті эфирлер шығарып отырмын. Эфирдағы видеоларды. Одан бөлек студияға барып неше түрлі сабақтар жазамыз. Солардан аламыз. Сондықтан, достар, репост жасайық, сосын обязательно сториске қойайық, лайк басайық, таныстарыңызға жіберіңіздер, темшік достарыңызға жіберіңіздер, адамдар кіріп сабақ алсын. Так, достар, сәл бір 2-3 минуттан кейін бастаймыз. Максимально репост жасап жіберейік, максимально таныстарға жіберейік, сториске қойайық. Өткені бүгін мақсат туралы болады. Бұл бөлек сабақ, достар. Бұл мақсатты қалай қою керек, қалай мақсатқа жету керек, мен не істеп жүрмін, менің өмірім баяғы жартас, сол жартас, бір шаршап кеттім дейтін адамдар кірсін мына жерге, ше. Мына жерде бос сөз әңгіме айтылмайды. Бұл жерде мен тұрып өмір баянымды айтып, болмаса бірдеңелерді айтып, достар, лайк басып жіберіңдер деп бүйтіп отпаймын. Болмайтын әзіл әңгіме емес. Бұл каналда чисто дамимын, өсем, өнем, өзгерем деген адамдарға арналған. Бұл жерде андай дешевый дофамин жоқ, достар. Прикол ұстап, бірдеңелерді айтып, қуып, палат ұшама, палаткын тегін әкеп бересің ба, ретро-рассрочкеге барма деген әңгімелер емес, достар. Прикол жоқ. Чисто сабақ. Так, достар, бұл сабақтан кейін, бүгінгі сабақ, примерно бір 50 минут, 60 минут болуы мүмкін. Бұл сабақтан кейін сендердің өмірлерің чуть-чуть өзгеру керек. Мен сендерге уәде бермеймін, өмірлерің бір 180 градусқа өзгереді деп, ше. Бірақ күнделікті сабаққа қатысып отыру, ол мышлениең өзгереді, достар. Бізде көбіміз андаймыз да, братан, мен ақша жетпей жатыр маған, ақша жоқ, ақша қалай табам, ақша табамай жатырмын, үйте алмай жатырмын, ақша жетпейді, қарызға кіріп кеттім, анау-мынау дейтін адамдар көп. Бізде ақша керек дейді да. Бірақ та, достар, егер сен бірінші очередь андай ғой, мысалы, сен дәнекті қойып қоясың, дәнектің бетіне қарап отырасың,
мына қашан өседі екен деп бүйтіп қайта келіп қарайсың. Бүйтіп қайта қарай берсе дәнек өсе ме достар? Айтыңдаршы. Дәнекке қайта бүйтіп қарап отырсаң өсе ме, өспей ме? Достар, оны айтамын достар, біреудің қолында істесең бай болсын, бай болмасын, кімнің қолында істеу керек? Жоқ дейді. Дәнекті өсіру үшін не істеу керек достар? Дәнекті өсіп, сол бірдеңге шығу үшін не істеу керек? Айтыңдаршы. Не істеу керек? Күтім керек десе, күтім. Еңбек дейді. Жоқ, еңбектің өзі дұрыс жасалмаса іштен өспейді анадан. Әрекет дейді. Әрекет, күтім керек дейді. Міне, сен жайлап оны бір егесің, сосын уақытылы су құйып отырасың, дұрыс па? Суды әкеп, полный құйып тастап, былшық қылсаң ана өспейді анау. Судың да құятын реттілігі бар, уақыты бар. Оны әдемілеп біліммен құясың оны. Уақытылы құясың, қарайсың, жайлап өсе бастайды ол дәнек, дұрыс па? Сол сияқты да көбіміз ақша керек дейді, бірақ ақша келу үшін бірінші өзіңнен бастау керексің, достар. Сен өзгермейінше, достар, айналадағы ештеңе өзгермейді, және ақша да келмейді саған. Келісесіңдер ме, достар? Күйіп кетсе ше дейді. Басқа дәнек егесін, күйіп кетсе, достар. Достар, бірінші очередь сен өзгермейінше ақша өзгермейді. Келісесіңдер ме, келіспейсіңдер ме осы сөзге, достар? Жазыңдаршы. Сен бірінші өзің өзгермейінше саған ақша келмейді. Осы сөзіме келісесіңдер ме, келіспейсіңдер ме? Айтыңдаршы. Келіспеймін дейді. Дұрыс дейді. Неге дейді? Келісем дейді. Келісем дейді. Келісем дейді. Санжар бастамай дейді. Дүйсенбек келісем дейді. Бастасай дейді. Достар, бастаймын, асықпасыңдаршы. Сендер қазақтарда сабырлық деген нөл ше. Тез байып кеткім келеді. Тез өмірім өзгеріп кетсе екен, бірақтан ұйықтап ертеңнен бастап өмірім күшті өзгеріп кетсін дейді деп айтатындар тола ше. Бірақ ол мүмкін емес та, достар. Қараңдар, достар. Сен 20 жыл болды, 30 жыл болды, 10 жыл болды. Жағдайың өзгертіп жатқан жоқсың сен. Өзгеріп жатқан жоқсың сен. Бір іштен өзгеру керек та. Адам өзгермейінше ақша келмейді ол, дұрыс па, достар? Сен білім алып жатқан жоқсың. Сен миллионерлер сияқты ойлап жатқан жоқсың. Сен байлардың іс-әрекетін жасап жатқан жоқсың. Сен істеп жатқан ісінің барлығы кедейлердің ісі. Үй үйдесінде отырасың, братан, неге ақша жоқ менде деп. Неге мен анау жұрттың баласы сияқты бола алмай жүрмін деп айтып жатқандар бар шығар. Мен қашан сол жұрттың баласы болам дегендер бар ма ана жерде? Қашан жұрттың баласы болам? Істеп жатқан түгім жоқ. Баяғы жартас, сол жартас, күнделікті сол бірдеңе қайталаймын, бірақ бір өзгеріс күтем өмірде дейтіндер бар ма, дұрыс па? Іштен кесіп жатқан жоқ, братан, мен қарапайым халық көппен көрген ұлы той деп қоятын бір анау керек емес мақалдар қолданасыңдар да, сосын отырасыңдар, братан, өмірім өзгермей жатыр, что-то ақша жоқ, проблемадан проблема дейсіңдер. Дұрыс па? Енді қараңдар. Сендер өзгеру үшін не керек? Айтыңдаршы, өмірлерің өзгеру үшін не керек? Сол мақал жек көрем дейді. Нұршы өзі дейді, мен де жек көрем. Жұрттың бәрімен бірге көре берудің қажет жоқ. Бай болу үшін сабақ жақсы керек па дейді. Сабақ оқу керек. Бай болмасың, зато ақылды боласың. Ақшаң жоқ, тупойсың, кімге керексің болып қаласың да? Түсініп тұрсыңдар ма? Хотя бы білімің қалады. Ақша табу білмесең де. Ақша табу білмесең, значит сен дұрыс нәрсе оқымадың. Сен ана тарихты оқып, сен ана физика, химияны оқып, неге бай болмай жатырмын десем, мен айтамын ба, сен братан қатырасың ба? Сен бизнесті оқып жатсың ба деп айтамын да мен же. Түсініп тұрсың ба, достар? Сен химияны оқыдың, братан, мен химиядан мектептен номер 1 тұғымын, бірақ что-то кедеймін десең, мен айтамын, братан, сен бизнесті оқыдың ба, бизнесте хабарың бар ма деп айтамын. Дұрыс па, достар? Келісесіңдер ме маған? Келісетін болса, келісем деп жазыңдаршы. Келісем де, келіспейсіңдер, келіспеймін деп жазыңдар. Айтшы, биологияны мықты оқыған, химияны мықты оқыған адам бай болады дегенге гарантия бар ма? Келіспеймін дейді, келісем дейді. Сіз жауап беріңіз. Достар, менің мақсатым сендердің миларың шайқау. Ана миды шайқап, орнына қоймасақ, ана ми ешқандай напрягация етпеген, ми ана 10 жыл, 20 жыл ештеңе ойламаған, ішіп жеуді ойлаған,
қаңғуды ойлаған, біреудің көтін аңдуды ойлаған, өсекті ойлаған, ондай мимен ұзаққа бармаймыз, достар. Менің миларын шайқау, досы. Міндетім. Түсініп тұрсыңдар ма? Түсініп тұрсыңдар ма? Келіспеймін дейді. Проблема жоқ. Достар, менімен бәрі келісе беру міндетті емес. Жалғастырайық, қараңдар. Сен химияны мықты оқыдың, тарихты мықты оқыдың, физиканы мықты оқыдың, бірақ ақша таппай жатырмын десең, мен саған айтамын да, братан, сен көп нәрсені дұрыс істемей жатсың деймін. Неге? Сен ақша табу үшін ақшаның тілін оқу керексің да. Ақшағын алып келетін әрекетті оқу керексің. Достар, сен базар жоқ. Химияны мықты оқыдың, физиканы мықты оқыдың, базар жоқ, сен маман боласың. Мықты маман, мықты химик, мықты инженер боласың, бірақ сен бизнесмен болмайсың. Бизнесменнің өзінің оқитын сабақтары бар, достар. Түсініп тұрсыңдар ма? Так, қараңдар. Менің өмірім өзгермей жатыр. Мен өмірімді өзгерткім келем. Өйткені өмірім өзгермейінше мен байлыққа жете алмаймын. Мен бір жетістікке жете алмаймын. Мен карьерный рост бола алмаймын дейсің, дұрыс па? Енді не істеймін деп ойлауы мүмкінсің. Не істеймін мен? Алып тупо бірдеңе істей берсем, боқта болмайды. Келісесіңдер ма? Алып тупо бірдеңе істей берсең, бірдеңе шыға ма? Достар, алып тупо бірдеңе істей берсеңдер, энергияң кетеді, фокус жоқ, әр нәрсеге бір секіресің, әр нәрсені істейсің, сөйтесің де отырасың, братан, түк қатырмай жатырмын, что-то болмай жатыр дейсің. Мына нәрсені естерін сақтаңдар, достар. 10 нәрсені істеп, түк қатырмағаннан гөрі, бір нәрсені істеп, до конца бітірген, нәтиже көрсеткен, қайсы жақсы сендерге? 10 нәрсені істеп жатырмын деп мақтану мүмкінсің. Братан, мен ананы істеп жатырмын, мынаны істеп жатырмын, бірақ нәтиже жоқ дейсің да. Мен саған айтамын, сен тек бір нәрсені істеші, сөйтті соны до конца жеткізші деймін да, нәтижеге шейін. Сол кезде сенде нәтиже болады. Келісесіңдер ма, достар? Келісесіңдер, келісінбейсіңдер ма? Әне, бір нәрсені тиянақты соңына дейін істеу дейді, Қазыбек. Бітіру дейді. Сол кезде нәтиже болады, достар. Андай біз мақтану мүмкінсің. Братан, мен ананы істеп жатырмын, мынаны істеп жатырмын, мынаны ұрып жатырмын, мынаны жасап жатырмын дейсің да бір кезде. Че там нәтиже қайда десең, білмеймін, че братан, болмай жатыр дейсің. Сөйтіп айтатындар бар ма? Достар, бар ма сөйтіп айтатындар? 100% келісем дейді, шарбан. Жартылай келісем дейді. Проблема жоқ, достар, келіспесіңдер де болады. Бұл жерде әркім өз мнениесін спокойно айта береді, достар. Ешкім сендердің арттарың түспейді, ешкім ертең сендердің кешірім сұрап, кешірім сұрады, экранға түс деп айтпайды, достар. Бұл жерде екі түрлі адам отырады. Біреуі білім алғысы келіп дамитындар, екіншісі құсатындар. Аузына ішіне келгендер бәрі құсатындар отырады. Проблема жоқ. Менің эфирім бәріне ашық. Проблема жоқ. Қараңдар енді, достар. Енді өміріңді сен өзгерту үшін саған мақсат керек. Достар, мен дұға бермеймін, өйткені мен дінді оқыған адам емеспін. Оны имамдардан сұрайсыздар, жарай ма? Менің чисто бизнес, ғылым, жаңалықтар болды. Қараңдар, достар. Сенің өмірің өзгермей жатыр. Не болмаса сен әрекет қылатсың, бірақ нәтиже жоқ. Сондай бар ма араларында? Бар ма сондайлар? Өмірің өзгеріп жатқан жоқ, бірақ әрекет қылатсың, бірақ нәтиже жоқ. Бар ма сондайлар? Бар дейді. Нұрлан, бар дейді. Дәурен, нәтиже жоқ дейді. Кәсіндерге айтам, достар, мен әшейін сөз емес, достар. Мен сабағым мынау пәленбай миллион теңге тұрады сабақ, сендерге тегін. Халқым, елім дамысыншы. Енді бар дейді, ұлан бар дейді, Назаров бар дейді. Қараңдар. Бұның барлығы бірдеңген дұрыс істемей жатыр. Ол мақсат дұрыс қойылмай жатыр. Қараңдар. Енді әркімнің өмірі әртүрлі. Тұрып жатқан жері әртүрлі, жынысы әртүрлі, білім деңгейі әртүрлі, жағдайы әртүрлі, дұрыс па? Бірақ әркім өзіне таңдап алады. Мен сендерге бір формуланы айтамын.
ұрлық жасап байыдым дейді. Ұрлық, бұл мақтанатын нәрсе емес достар. Кім айтады мына жерде? Біреу бар ма? Братан, мен пәленбай вагондарды жұтқам деп мақтанып тұрып айтатын адам бар ма? Тонағам мен, содан байыдым десе, халық не дейді? Бір күн құсасың сен дейді, болды. Тез құсасың дейді. Құсқан кезде ойбай, есін жамай қаласың дейді. Так, жалғастырайық, қараңдар достар. Әркім жағдай әртүрлі. Сендер мақсат жазыңдар. Қалам ручка бармайсыңдар да. Сендер тұрасыңдар да, мақсаттарың бар шығар, араларында армандарың, мақсаттарың бар шығар. Арманы жоқ адам қанатсыз құс демекші. Армандар, мақсаттарын жазасың. Онан артық жазбаңдар достар. Онан артық жазбаңдар, қумаңдар анау. 15, 20, 30 қуып ше анау, вообще армандамайтын нәрселер қуып жазбаңдар. Онау жазасыңдар. Мақсат. Мен, мысалы біреу болуы мүмкін. Мен ақша тапқым келеді деуі мүмкін. Ақша тапқым келеді деген ол мақсат емес, конкретті цифрамен жазасың достар. Мен мақсат сосынше битінде шығарың достар. Мақсатты 20 жылға, 30 жылға, 10 жылға қоймақ қойш. Хотя бы 1 жылға қойш, 1 жыл, 12 ай достар. Қараңдар, өте маңызынан бәрі айтылып отқан нәрсе. 1 жылға мақсат қоясыңдар, сөйтіп жазасыңдар. Достарына репост қылыңдар, сториске қойыңдар, таныстарың кірсін, білім алсын достар. Қазір мен уже несіне барам, нақ қадамдарына барам. Түсініп тұрсыңдар ма достар? Нақ қадамға барам, сонда репост қылыңдар, сториске қойыңдар. Пайдалы ақпарат алсын таныстарың. Тек қана сендер ғана байып кетпеңдер, ертең туысқандарың да байысын, достарың байысын. Түсініп тұрсыңдар ма достар? Андайды қою керек. Мен ғана білем, ешкім білмесін мен істеп жатқам. Ешкім байымасын, ешкім үйренбесін. Ертең маған конкурент, ертең анандай, мынандай. Тек мен осы білімді, опытымды мен өлем, осы мен алып кетем қабірге деп айтпасын ешкім. Бөліссін. Түсіндір ма? Сөйтіңдер. Хотя бы бөлісу оңай шығар. Айтпасыңдар да. Так, қараңдар енді. 1 жылға қағазға 1 жыл дейсіңдер да, 10 мақсат жазасыңдар. 10 мақсат. Мысалы біреу айтуы мүмкін, мен 1 жылдың ішінде машина алғым келеді деуі мүмкін. Машинаның өзін жазу керек, чисто цифра. 15 миллионға машина алғым келеді 1 жылда. Біреу айтуы мүмкін, братан, мен үй алғым келеді деуі мүмкін. Білмеймін енді, 15 миллион, 20 миллион жазасың. Біреу айтуы мүмкін, мен бизнес ашқым келеді деуі мүмкін. Біреу айтуы мүмкін, братан, мен семізбін, мен 1 жылдың ішінде 20 килограмм, 30 килограмм тастаймын деп жазуы мүмкін. Дұрыс па? Осындай өміріңді осы мақсаттар жасалынса, өмірің өзгеретіндей мақсат жазасың. Түсініп тұрсыңдар ма? 10 мақсат жазасыңдар достар. Ес жап, қырылыс болып отыр ар жақта. Ес жап, ана жақта отыр. Достар, қараңдар. 10 мақсат жазасыңдар. Ол 10 мақсат өміріңді өзгертетін мақсат жазылу керек. Енді қараңдар. Енді не істеймін деп ойлай мүмкінсіңдер. Келесі қадам не достар? Айтыңдаршы. Келесі қадам қандай деп ойлайсыңдар? Достар, менің мақсатым сендердің миларың шайқау. Мына жер кинотеатр емес, сендер бүйтіп спокойно отырып, көріп, кино күшті болыпты деп айтатын ше. Бұл кино емес, бұл чисто сабақ достар. Бұл өмірді өзгертетін сабақ. Түсініп тұрсыңдар ма? Келесі қадам не болуы мүмкін? 6 бала шағам бар достар, ана жақта қырылып жатыр, төбелес болып жатыр, ары бері алып шығасың, әрқайсысы әртүрлі көңіл бөлесің, уақыт бөлесің. Аллаға шүкір, бірақ әрқайсысының өзінің несібесі бар. Әр бала туылған сайын кем болып жатқан жоқ, байлығым артпаса кем болып жатқан жоқ. Срок жазуды, срокты жазып қойдық достар. Әрекет етуді жоқ, әрекет ету емес достар. Әр нәрсе қадаммен жасалатын болса әдем. Срок жазылды 1 жыл. 1 жыл. Жазбаңдар ана 10 жыл, 5 жыл десең, ми автоматически саған айтады, братан қойсаш, қуасың ба? 5 жылға қандай мақсат? Бармыз ба, жоқпыз ба дейді да, сосын барып, баяғы жартас, сол жартас, баяғы адам сол болып жүресіңдер. Түсіндір ма? Жоспар дейді, дұға дейді. Дұға ол обязательно достар. Ол оның ішіне кірмейді, ол дұға обязательно. Ол любой тірлік дұғамен. Так. 10 мақсат жаздық. Түсініп тұрсыңдар ма? Енді ол 10 мақсаттың ішінде сендер қарайсыңдар. Қай 10 мақсаттың ішіндегі бір мақсат менің өмірімнің үлкен өзгеруіне себепкер болады дейсіңдер. Түсіндір ма? Дисциплина потом, фокус қою он бәрі потом достар. Түсініп тұрсыңдар ма? Қағаз бен ручка бар ма достар? Жаза аласың шығарсыңдар.
қағаздан ручка аласың, блокнот аласың, мынаны репост қыласыңдар и плюс сториске қоясыңдар достар. 10 мақсаттың ішінде таңдау керексің ғой сен. Қай мақсаттың ішінде 10 мақсаттың біреуін таңдау керекпін. Демек, біреуін таңдаған кезде менің өмірім қалағандай өзгереді деу керексіңдер. Или қатты өзгереді. Түсініп тұрсыңдар ма? Мен сендердің мақсаттарын білмеймін, достар. Мен сендер үшін мақсат жазып бермеймін. Түсініп тұрсыңдар ма? Әркімнің мақсаты бөлек, әрқайсының арманы бөлек. Сол мақсаттар жазасыңдар, и соның ішінен біреуін таңдайсыңдар. Таңдадық дейік, мысалы. Таңдадыңдар ма ойша хотя бы? Достар, ойша хотя бы таңдадыңдар ма? Жазыңдар, ойша таңдасыңдар. Ана жерге қағазбен ручканы алып жазатын болсыңдар ше, ема дейсіңдер бүйтіп, ё-майо, менде крутой мақсат бар екен ғой деп қаласың ше. Мына мақсатты мен бұрыннан бері қақтан білмей жүрдім деп өзің шок боласың. 10 мақсат жазсаң ойланып. 1 сағат жазшы, 1 сағат арнашы өз-өзіңе ше. Өміріңді өзгертетін. Түсініп тұрсыңдар ма? Төлеген проблема жоқ, ұйықтай беріңдер, проблема жоқ. Бұл жерде ешкімді мен ұстап отқан жоқпын, достар. Ешкімді қинап отқан жоқпын. Әркімнің өмірі өзінің қолында. Андайды күтпеңдер. Братан, мен қазір анау біреу келіп мен өмірін өзгертіп жіберсе, андай бала кездегі арманды қою керек. Ұйықтап атып тұрған кезде бір чемодан ақшаны тастап кетсе дейтін бала кезде армандайтын қой. Естеріңде ма? Ұйықтап атып тұрсам, жаңағыдай бір чемодан ақша беріп кетсе, ұйықтап атып тұрып қалсам, не дейді, президенттің қасында болсам, бірдеңе дейтін қуғынбай бір арманда бар да, ондай нәрсе күтпеңдер, достар. Ешкім келіп сенің өміріңді өзгертпейді. Андай сияқты ғой. Біреу айтатын еді. Братан, неге кір сабындар өте көп, бірақ жуынбайтындар өте көп дейді. Проблема кір сабында ма, проблема жуынбайтын адамда ма, достар? Жалғастырамын, достар. Арасына бит-бит бір-екі нәрселер тығып жіберейін. Айтыңдаршы, достар. Кір сабын кінәлі ма адам жуынбайтын, или өз адам кінәлі ма жуынбайтын? Айтыңдаршы. Бұл жерде екі вариант болуы мүмкін, я? Біреуі ана адам кір сабының бар екенін және жуыну керек екенін білмеу мүмкін. Екіншісі адам айтуы мүмкін, тасташы, зачем жуынып? Осы өмірім кайф, сасып, бықсып, кір-кір болып жүрген ұнайды деу мүмкін да. Түсіндір ма? Сондықтан біреу келіп сенің өмірін өзгертеді демеңдер, достар. Өз-өздерін өзгертпейінше өмірлерің өзгермейді. Осын сақтабаңдаршы. Өзім болды, братан, бүгіннен бастап мен әрекет етем, бүгіннен бастап өзгерем демейінше өмірлерің өзгермейді, достар. Күтпеңдер бір чуданы, біреу келіп, братан, басынан сипап, арқаңнан қағып, бүгіннен бастап сенің өмірің мен өзгертем деген нәрсені ешкім келмейді сендерге. Армандамаңдар оны ше. Так, достар, жалғастырайық. Так, 10 арман болды, то есть 10 мақсат болды. Сосын мақсат пен арман шатастырмаңдар, достар. Армандау деген андай ғой, кезінде бала кезде армандайтын қой. Қазір невидимый адам болып кетсем, ешкімге көрінбейтін. Сол армандаған адамдар әлі невидимый болып жүр қазір. Жетті олар арманына ше. Невидимый болып жүргендер ше. Бар ма сондай таныстарың? Анау бар болса, анау бар екен деп айтпайды. Жоқ болса, анау неге жоқ деп айтпайды. Дұрыс па, достар? Сондай таныстарың бар ма? Анау тірі ма, өліп қалды ма, ешкім білмейді. Невидимка. Түсініп тұрсыңдар ма, достар? Бар ма сондай таныстарың? Анау бар болса да, жоқ болса да іштен өзгеріп отқан жоқ. Дұрыс па? Қараңдар. Арман деген бар. Арман деген просто армандайсың, все, әрекет етпейсің оны. Арманым, білмеймін, бір бәленбай $1 миллион болып кетсе дейсің. Болып тұрып, менде бір Lamborghini болса екен дейсің. Ол арман жай. Біреуде ол мақсат болуы мүмкін, бірақ көбісіне арман. Көбісі арманмен бітеді сол. Сол арманны орындалмайды, сол арман әрекет етпейді, сонымен орындалмай арман болып қалады. Енді мақсат деген нәрсе бар. Мақсат деген ол әрекет етіп жететін нәрсе, достар. Мақсат пен арман тең емес. Түсініп тұрсыңдар ма? Мақсат мыдан басталады, арман адам басталады. Екеуі де адам аты, екеуі де керек, бірақ арман қатты керек емес, мақсат керек, достар. Түсіндір ма? Қараңдар. Мақсат жазасыңдар, 10 мақсат. 10 мақсаттың ішінен біреуін таңдайсыңдар. Енді қараңдар. Біреуін таңдадыңдар. Дұрыс па? Енді
тұрып ойланасыңдар. Осы мақсатқа жету үшін мен не істеу керекпін деп жазасың. Қадамдар болады ол. Так, мен нан істеу керекпін. Оған жету үшін мен нан істеу керекпін. Нан істеу керекпін деп жазасың. Одан кейін барып не жазасыңдар, айтыңдаршы. Достар, айтыңдаршы, одан кейін не жазасыңдар? Одан кейін не жазасыңдар? Так, нан істеу керек деп жазасыңдар. Чтоб жету үшін. Келесі не жазасыңдар? Армандар аттарын өзгертсін дейді. Марат. Сосын не жазасыңдар, достар? Не істеу керек одан кейін? Мына әрекеттерді жасасам, мен осы мақсатыма жетем деген әрекеттер жазасыңдар. Дұрыс па? Мына әрекеттер жасау керек екен. Дұрыс па? Мен мына әрекет жасаймын, мына әрекет жасаймын, чтобы мақсатқа жету үшін 1 жылдың ішінде. Дұрыс па? Енді қараңдар. Мына нәрсені көбісі айтпайды. Тыңдап тұрсыңдар ма? Енді мына жағынан жазасыңдар. Мен енді не істемеу керекпін, чтобы мына мақсатқа жету үшін. Түсініп тұрсыңдар ма, достар? Не істеу керек екенін жаздыңдар ғой. Енді не істемеу керек екенін жазасыңдар. Дұрыс па, дұрыс емес па, достар? Жазыңдаршы, дұрыс болса дұрыс тыңдар, дұрыс емес болса дұрыс емес деп бетіме айтыңдаршы, осы жерде жазыңдаршы. Мына forever аттар. Хотя бы ана жерде құстандарда аттарын дұрыстап жазсаңдаршы, батырлар сияқты, білсін де, халық білсін мына жерде отқан батырларды. Анау суреті жоқ, іштеңкесі жоқ адамдар отырып алады да әркімге негатив жазады деймін да. Түріңді көрсетсейші, қойсай түріңді, қой, сөйтіп құстайшы осы жерге деймін да. Дұрыс дейді. Дұрыс дейді. Дұрыс болмаса дұрыс емес деймін, проблема жоқ, достар. Ойыңды бөлме, брат дейді. Қандай тема дейді. Дұрыс дейді. Дұрыс дейді. Так, енді қараңдар. Мақсатқа жету үшін қадамдарды не істеу керек, әрекеттер жазасыңдар, дұрыс па? Понятно. Енді маған сендерден ответ керек. Так, осы мақсатқа жету үшін кедергі болған нәрселер бар, дұрыс па? Сол кедергілерді мен жасамау керекпін. Ол қандай кедергі болуы мүмкін? Жазыңдаршы мына жерге. Жазыңдаршы. Қандай нәрселер сен істемеу керексің, чтобы мына жетістікке жету үшін? Достар, жазыңдаршы мына жерге. Сен уролог болса дейді, не алам уролог болып, достар? Ұйқы дейді, күнә дейді. Міне, ұйқы, күнә, қорқыныш. Жоқ, қорқыныш деген ол дейді. Күнә дейді, лудомания дейді. Жай ұйықтау дейді. Міне. Еріншек болмау дейді. Ішпеу керек дейді. Міне. Көрдіңдер ма, достар? Негізінде, достар, бірден айтайыншы. Әркім жетістікке жету үшін ішінен біліп тұрады өзі, не істеу керек, не істемеу керек. Дұрыс па? Көбісі біліп тұрады. Көбісі біледі өзі. Біледі, бірақ мойындамайды да, айтқысы келмейді. Ішіп жүрген адам айтпайды ғой. Братан, мен ішкім келмейді, мен шаршадым, мен надоел болып кеттім, әркімге жексұрын болдым деп айтпайды ішкен адам. Біліп тұр, бірақ ол ішкеннен жексұрын болып отқан. Ішкеннен жұрттың қанын ішіп атқан. Болмаса лудомания істеп жүріп, зарғақ сатып атқан біледі, дұрыс па? Адамдар бар сондай. Айтпайды, бірақ братан, мен лудоманиядан ойнағаннан адамдардың қаққысына кіріп атырмын, бәрін алдап атырмын, бәрін ұйықтатып атырмын деп айтпайды, бірақ біледі. Әркім ішінен біледі, дұрыс па? Енді қараңдар. Осы нәрсені де жазасыңдар. Так, мен мақсатыма жету үшін не нәрселерді істемеу керекпін? Достар, естеріңде болсын, өмірің жақсы жаққа өзгерту үшін қатып қалған бұрынғы қағидаң, понятияң, сенімің бәрін өзгерту керек, достар. Өзгеру оңай емес. Өзгеруге қиналу керек. Егер жоқ, братан, осы өмірім комфортны, кедей болып жүре берейін, түк қатырмай жүре берейін, жексұрын болып жүре берейін десең, проблема жоқ, достар. Өмір сенің қолыңда, өзің білесің, не істесең де. Бірақ үлкен өзгерістер ауыр келеді. Қиналасың, таяқ жейсің. Дұрыс па? Так, жалғастырайық, достар. Енді қараңдар. Жаздық. Не істеу керек, не істемеу керек.
Енді қараңдар. Бір жылға план құрдыңдар, дұрыс па? Бір жыл бар сендерде. Енді осы бір жылды бөлесіңдер. Айға, аптаға бөлесіңдер. Сосын күнге бөлесіңдер. Сосын жазасыңдар. Мен әр күні, әр апта, әр ай не істеу керек жазасыңдар. Осы әрекетке, осы мақсатқа жету үшін. Түсініп тұрсың ба, достар? Ол не болуы мүмкін? Ол кітап оқу болуы мүмкін. Ол таңертең ерте тұру мүмкін. Ол жаңағыдай бір әрекеттер істеу мүмкін. Ол уақытылы ұйықтау мүмкін. Ол жаман достармен араласпау мүмкін. Осының барлығын істеу керексің. Күнделікті бірдеңе істеу керексің. Сен егер де осы бір жылды айға, аптаға, күнге бөлмейтін болсаң, сен тұрып айтады миыңше, братан, сенде уақыт тола. Бүгін демалып аш. Ми автоматически айтады, бүгін демалшы, не қылдың сен, шаршадың. Братан, әлі бір жылың бар. Асықпа. Жетесің мақсатқа деп ми алдайды. Ми естерінде болсын, қиналғысы келмейді. Нәпсі дейма, ми дейма, в общем, комфорт адамға ше. Қиналғысы келмейді, өзгергісі келмейді. Братан, комфортты өмір сүріп жатыр қой. Неге қинайын деп отырсың өз-өзің деп айтады. Дұрыс па, достар? Сөйтіп айта ма, айтпай ма? Братан деген не сөз дейді? Білмеймін, мен братан деп алдым енді. Басқа сөзде қолдансақ болады, бірақ көбісі түсінетін сөз ғой. Келісесіздер ме, келіспейсіздер, достар? Маңызды емес дейді. Молодец, дүйсенім, я дейді. Куанито, я дейді. Марат, дұрыс дейді. Миларың айтады жар, нәпсілерің, братан, тасташы. Нормально өмір сүріп жатыр қой. Жұрт қатарлы келе жатырық. Обед кешін ұйықтаймыз. Түнімен қаңғырамыз. Өмір бір ақ рет береді, нормально жүр қой деп айта ма, дұрыс па? Не қыласың? Соларақ істей берсінші. Демалып жүрейік біз деп айтады, дұрыс па, достар? Енді қараңдар. Күндерге бөлдік, айға бөлдік, аптаға бөлдік. Енді мақсаттарын күнделікті кішкентай болса да сол нәрсені істеп отыру. Базар жоқ, басында қиын. Оңай деп айтпаймын. Бірақ миларын дайындаңдар. Миға айтасың, ми, осы нәпсі, шыдаш, бір жылдан кейінше екеуміз жарамыз, күшті боламыз. Күшті қыламыз. Сенші маған. Еңбек етеміз қазір, әрекет жасаймыз, бір жылдан кейінше екеуміз тема өмір сүреміз деп айтсаң, ми тұрады да, болды, давай. Проблема жоқ. Давай, басамыз дейді. Түсіндір ма? Бірақ одан кейін миға айтып боп, бір күн чик, бір күн пук, бір күн непонятно болып жүрсең, миге айтады саған, че там? Мақсатымыз қайда қалды, бөлгеміз қайда қалды, маған жетеміз деген қой деп шығады уже ми. Сосын уже өзің сенбей бастайсың, сосын өзің қуасың. Түсіндір ма, достар? Айтып атқанда өте маңызды мынау сабақ, достар. Бұны ешкім үйрете бермейді сендерге. Әдем дейді, тикток. Қазақстанның бәрі базар ғой дейді. Базарға барып сауда істеп көрмедің ба, чотам дейді. Сауда істеп жатырық, Аллаға шүкір, достар. Аллаға шүкір, бәрін істеп жатырық. Не пайда келеді, не ақша келеді, не абырой келеді, не халыққа пайда келеді, бәрін істеп жатыр. Жаңадан келдік дейді. Жалқаулық басым жалпы дейді. Бәрінде бар, достар. Тек қазақтар емес, бәрі жалқау. Просто сендер дұрыс ортада жүрмей жүрсіңдер. Сен анау 5 жалқаудың қасына барсаң, сенде 6 жалқау боласың. Ал егер 5 движняктың қасына баршы, қалай жұмыс істеп кеткен білмейсің. Қалай движение қылып жатқан өзің білмей қаласың. Сондықтан қарау керек. Енді қараңдар, достар. Жаздық, күнге бөлдік, күнделікті бірдеңе істейміз. Енді қараңдар. Бұдан бөлек саған енді білім алу керек, өз-өзін өзгерту керек, әрекет жасау керек, дұрыс па? Бұл нәрселер істемейінше өмірің өзгермейді. Енді қараңдар. Енді адам өмірде білім алудың 2 жолы бар, достар. Білім алудың. Менің кәсібім профилға кірсіңдер, көресіңдер, достар. Достар, осы халық бәрі сұрап жатыр, бір күн сендер ешқандай ақша алмай бір Гуаңжоуға апарып қайтам ау деймін. Елді көрсетіп, тек қана билетіңе төле, гостиницаңа төле,
сосын ана гидке төле, тамағыңа төле, болды. Маған бір тиындарың да керек емес. Оны ұйымдастырамын, Алла қаласа ше. Қазір емес, бірақ бір 10 адам ба 20 адам жинатып, Қытайды көрсетіп, базарларын көрсетіп, халықтың бүйтіп көзін ашу керек болдыр бүйтіп ше. Ема, мыналар не істеп жүр, біз не істеп жүрміз деп айту керек қой. Барған халық ше. Түсіндіңдер ма? Қараңдар, достар. Енді қараңдар, білім алудың жолы көп. Дұрыс па? Білімді қалай аламыз? Жазыңдаршы, достар. Сендер де өздерінің тупой еместерін көрсетіңдерші, жазыңдаршы осы жерге. Білімді қалай аламыз? Қандай жолы бар білім алудың? Жазыңдаршы. Кім қалай алады білімді? Товарный бизнес деген не дейді? Товарды әкелесін, сатасын, әкелесін, сатасын. Қысқа айтқанда. Мен Қытайдан ассалаумағалейкум ассалам, кітап дейді. Окей, мадият, дұрыс айтасың, кітап. Дүйсенбек Қытайдан келдім дейді. Асхатұлы кітап дейді. Коуч табу керек дейді. Ұстаздан дейді. О, міне дұрыс. Кітаптан, ұстаздан. Сосын кітаптан тағы орысша оқу керек дейді. Орысша по-любому керек, сауда жасайтын болсаң. Онлайн, офлайн дейді. Интернеттен дейді. Жарайды, интернет кітапқа береді ол бәрібір. Еңбектену дейді. Жоқ, өмірден дейді. Міне. Кеңес алу дейді. О, міне, кітап оқу, ютубтан сабақ тарау дейді. Міне, әдемі. Міне. Тәжірибе дейді. Наставниктен дейді. О, міне. Бірақ наставник көбісі бола бермейді. Білетін адамның дейді. Міне, мұслим. Әдемі. Қараңдар. Білімді кітаптан аласың. Не болмаса ұстаздан аласың. Не болмаса тәжірибеден аласың. Дұрыс па? Сен бір косяк істейсің, саған таяқ болып тиеді, сосын тұрасында, ема, бұлай істеуге болмайды екен ғой дейсің. Дұрыс па? Ол білім ба, білім емес па ол, достар? Білім ба, білім емес па? Айтыңдаршы. Бір тірлік істедің, косякқа кірдің, шүйдесінде сабақ аласың, дұрыс па? Түсінесің ана жерде, келесіне бұлай істемеймін дейсің. Шо болды, бірақ бұның оңай жолы бар да. Егер сен қайтып мына жерге келсең ше, білім алсаң ше, мынаны аз жасайсың. Мынау саған нерв, миллиондаған ақша, уақытың кетеді. Түсіндір ма? Егер сенде кітап болмаса, білім болмаса, әрекет болмаса, түк қатырмайсың өмірде, достар. Осы үш нәрсе болу керек. Енді білім, кітап деген білім ішіне кіріп кетеді, жарайды. Білім мен әрекет. Осы екеуі, Абайдың өлеңі бар еді, о қандай еді? Мақтап тұрса, бірдеңге жұртқа дейма, алып шығар не дейді? Достар, Абай не деді? Абай не деді, айтыңдаршы. Алып шығар екі жақтап дейді, о, екі жақтайды, ап шығатын нәрсе сен не, достар? Сен ап шығатын нәрсе не, екі жақтап? Сен бе жұртқа мақтап тұрса бірді, ұмыт қалды мен, ше. Абайды оқысам мен вообще көп сөйлейді екем, ше. Абайды оқымай жүрмін ба? Абайды оқысам өмірім күш жаққа өзгеретін шығар деймін да. Еңбек пен ақыл дейді. Міне. Ақыл мен еңбек дейді. Міне, достар. Өзіңе сені алып шығар ақылың мен еңбегің дейді, дұрыс па? Ақыл деген білім, еңбегің деген әрекет. Бол, достар, осы екі нәрсе болмаса, ұшпайсыңдар сендер. Бір қанаты бар құстың ұшқанын көрдіңдер ма? Достар, құс ұшу үшін кем екі қанат керек. Үш қанаты бар құс жоқ шығар енді. Екі қанат керек, дұрыс па? Өмірде де сол деді. Ақылың мен ісің, әрекетің. Ақыл бар, ақылға тойып алғандар жетеді, достар. Ақылға тойып алған жетеді, әрекет нөл. Сосын отырады, кім кінәлі, анау кінәлі, мынау кінәлі, түк болмай жатыр, білмеймін, тағдырма, кедейлік жас қойған шардап қойды. Әрекет еттің бе десе, әрекет жоқ, братан, апасының қазір әрекет жасау. Анау бірден болып қалса, мынау бірден болып қалса дейді. Сонымен ештеңе қатырмайды. Түсіндір ме, достар? Так, енді қараңдар. Білімді қандай адамнан аламыз? Сұрақ сендерге. Білімді қандай адамнан аламыз, достар? Білімді тупой адамнан аласыңдар ма сендер? Бишара болып жатқан адамнан аласыңдар ма? Или кедей, түк қатырмаған, жексірін, лудаман, алқаш, наркоман, тағы бірдеңен аласыңдар ма? Білім барып? Айтыңдаршы. Білетін адамнан дейді, міне. Тәжірибесі бар адамнан дейді, міне Әрсен. Сізден ала береміз ау дейді. Жоқ, менің білім деңгейін жетсіндер, ары қарай өсіңдер, тоқтап қалмаңдар.
оқыған тоқығаннан дейді, красавчик, білімі бар адамнан дейді, дұрыс па? Енді қараңдар. Бір кісі 40 жасқа келді дейік та. 40-қа келді, өмірінде түк қатырмады. Содан білім аласың ба, алмайсыңдар ма, достар? Міне Серік сондай болмау үшін аламыз дейді. Міне Серік, мен барып бүйтіп айтатыным, бүйтіп қасына барып блокнотпен ручка алып, братан, осындай жағдайға жету үшін сен не істедің деп сұрайтын едім ше. Осындай түк қатырмайтын 40 жасқа келіп, жексірім болып, ақша жоқ, үй жоқ, ештеңе жоқ, осындай жағдайға түсу үшін не істедің деп сұрайтын едім мен. Ол айтатын еді, нан істедім, анан істедім, нан істедім деп айтады. Сосын тұрып айтатым, сен не істемедің сол нәрсені жету үшін деп сұрайтын едім да. Түсіндіңдер ме, достар? Әркім негізін жатқан бір білім. Кез келген адам саған сабақ бере алады. Бірақ әрине көп нәрсе көрген, тәжірибесі бар, білімі бар, өмірдегі көптеген жетістікке жеткен адамдардан сұрасаңдар әдемі. Түсіндіңдер ме, достар? Сондай. Так, сақалын алса дейді. Сақал алуға уақыт жоқ, мәше. Маугли дейді. Мауглиде сақал жоқ қой. Мультфильм көрмегенсің бе? Не қылдыңдар? Әртеу ұра беретін болдыңдар ғой.